Елордалық өнерсүйер қауым симфониялық жаз жанрындағы әндерді тыңдады. Жастар сарайының сахнасында өткен кешті Астана эстрадалық симфониялық оркестрінің ұжымы ұсынды. Сахна шымылдығы Евгений Брюсловскийдің «Шашу» шығармасымен ашылды. Сондай-ақ сазгер Қуат Шілдебаевтың «Қара кемері» Тәттімбеттің «Саршайлауы» орындалды. Кеш барысында 20-дан астам ән орындалды. Көрермендер үшін тосын сый да жоқ емес. Астана жұртшылығы халыққа кеңінен танылған Қара жорға, Ақсиса, Гәкку әндерін жаңаша өңдеуді тыңдады. Задача как раз стоит в том, что біздің басты мақсатымыз халық әндерін заманауи бағытта өңдеп халыққа ұсыну. Дегенмен шығарманың негізгі нұсқасы сақталды. Өңдеу жұмыстарын жетілдірудеміз. Сондай-ақ бұл кеш халықтың қабылдауын бақылау үшін ұйымдастырылды. Ал келешекте ауқымды жобалар көп. Оркестр репертуары тыңдарманның кез келген сұранысын қанағаттандыра алады. Себебі симфониялық және жаз жанрындағы шығармалармен қатар өнерлі ұжым эстрадалық композицияларды да орындап жүр. Әсіресе жаңа өңдеуден өткен халық әндерін көрерменге ұсыну музыканттардың ізденімпаздығының жемісі. Вот эта программа у нас связана с Бұл бағдарламамыз экспо көрмесімен байланысты. Қазақтың халық әндерін заманауи деңгейге жеткізу біздің басты міндетіміз. Себебі шетелдік қонақтар біздің әндерімізді тыңдаса екен дейміз. Жүрек қылын шертер әуендер күйбең тірлікпен жүрген көрерменді бір серпілтіп тастады. Әсіресе қазақ әндерінің жаңа нұсқада орындалуы тыңдармандарға ерекше әсер сыйлады. В народной казахской музыке не было. Қазақтың халық әндерінде бас гитара, сондай-ақ барабан аспаптары көбіне қолданыла бермейді. Ал өңделген нұсқаларына осы музыкалық аспаптар қосылды. Яғни музыка сүйер қауым үшін бұл үлкен жаңалық. Айта кетейік, Астана эстрадалық симфониялық оркестрі осыдан 17 жыл бұрын құрылған болатын. Қазіргі таңда ұжым құрамында 60-қа жуық музыкант өнер көрсетіп жүр. Камила Мәулен, Мәдениетке саяхат, Астана.